Қайырлы күн достар, мен алдыңғы сабақта бас ауруы жайында айтқан болатын. Бас неден ауырады? Оның қандай түрлері бар? Психосоматикасы жайында айтқан болатынмын. Енді біз бүгін жаңағы бастың ауруына Алла тағала белгі береді дедім. Жалпы ауру бізге Алладан берген белгі деп айттым. Қандай да бір іс-әрекетің, жаңағы эмоцияларың дұрыс емес. Енді бүгін осы нерв жүйесі жайында айтайын деп отырмын. Невралгия ауруы. Невралгия ауруы бұл дегеніміз қоршаған ортаны қабылдамау. Қоршаған ортаға деген және өзіңіздің сенімсіздігіңіз болып тұр. Біреуден тым ауыр қатынаста ұзақ уақытта болуы, өзіңізді бір адаммен қинап, жаңағы жүріп қатынаста қинап, жүріп қатынаста болуыңыз. Және де өмірдегі жек көруші ситуациялар және өміріңізде өзіңіз ұнатпайтын ситуациялардың көп болуы болып табылады екен. Өзіңе қамқорлықтың жоқтығы және елдердің назарын аударту үшін осы невралгия ауруын туындатамыз екен. Өзіміз туындатамыз оны. Бір жерден ол ауру деген кездейсоқтық болмайды екен. Ол ауруды туындататын біз өзіміз. Және де ол ауруды емдейтін де өзіміз. Алла тағала айтып қойған, айтып кеткен. Мен сендерге ауру бердім, оның емі де өздерінің ішінде дейді. Сонда біз ойымыз арқылы ауруды тудырамыз және оны біз жазалады екен. Невралгия. Невралгия көбінесе үлкен кісілер ауырады, өзіне назар аудару үшін. Балаларының және туған туысқандарының назарын аударту үшін және ауырады. Ауырғаннан кейін балалар жаңағы көңіл бөле бастайды. Бұндай жағдай кейде балаларда да болады екен. Ата-анасының назарын аудару үшін бала ауырып қалады. Ол саналы деңгейде емес, түйсік деңгейінде. Радикулит келесі, радикулит. Бұл 8 көздің ауруы бізде, 8 көз және омыртқа, бел, солар ауыратын болса, бұл енді жалпы бел деген сүйеу, тіреудің нышаны, жаңа демеудің, қолдаудың нышаны. Сондықтан біз өзімізден және тіреу біреуден қаласақ, беліміз ауыра бастайды, біреуге өзімізге сенімсіздігіміз жоғала бастаса, эмоциялық және физикалық тұрғыдан артық жүкті көтеріп алатын болсақ. Эмоциялық біреу үшін шешім қабылдау, сен тұра тұр, мен істеп берейін, сен бүйтпе, сөйтпе дейтін болады, сол адамдардың жәнегі 8 көз ауыратын болады. Не болмаса физикалық дегенім жәнегі көтере алмаған жүкті көтеруге, өзіне жасы 60-та 80 килограмм, 100 килограмм нәрсені көтеру. Сол көтере алмайсыз ба, жас адамды жұмсауға, жастар көтерсін лучше. Біз сондай физикалық жағынан да көтеріп алсақ, және 8 көзіміз ауырады екен. Ақшадан қорқу, қаржылық жағдайым жетіспей қалама, игере алмай қалу ақшаны. Вот ақшаға байланысты да 8 көзде ауру туындайды екен. Осы нерв жүйелерінің жаңағы дұрыс болмауынан инсульт ауруы, паралич болу. Бұл инсульт дегеніміз мидағы қан тамырының жаңа жарылып кетуі. Бұл да оның 2 түрі бар, біреу қауіпті, екіншісі өте қауіпті инсульттің. Бір жағы және де жансызданып қалады, паралич болып қалады деп жатамыз. Бұл инсульттің жаңағы асқынып кеткен түрі. Екіншісі, мысалы 12 мүшемізге жауапты біздің миымыздың функциясы 12 мүшемізді және қозғауына жауапты екен. Сондықтан ми бізді басқарады, бір органымыз, мысалы біздің саусағымыз қимылдамай қалса, паралич болып қалады ғой, енді сонда саусағымыз қимылдамай қалғанда мидың сол саусаққа қатысты бөлігі істемей қалады екен. Сондықтан ми біздің дене мүшеміздің қозғалысына әрбір жауапты мидың бір бөлшектері болады екен. Сол ми бізді басқарып отырады. Инсульт пен параличтің себептері өкініш, қызғаныш, жек көру,
біреуге қарсыласу, өмірге қарсыласу, өз өмірін қабылдамау болып табылады екен. Өз өзіне шек қою. Кім мысалы бір туысыңызға кім ауыратын болса, сол аурумен ауырған болатын болса, кіммен соңғы кезде кімді қатты қызғандыңыз, кімді қатты жек көріп қалдыңыз. Отбасылық және жанжалдан да бұл ауру пайда болады екен, жәнегі қан шығару керек деген сияқты. Инсульт болған соң барлығы және қамқорлық жасайды, үйде ішіндегілердің бәрі жаны ашиды және күтеді. Сондықтан да баяғы адам бейсаналы түрде осы ауруды туындатады екен, түйсік деңгейінде. Және өзіне мен сендерге үйшіме керек екенмін ғой деген сондай ой қалыптасады екен. Сол үшін өзін түйсік деңгейінде жәнегі осындай аурулар туындайды. Шығу жолы жаңа өмірге икемделу. Көбінесе бұл жағдай үлкен кісілерде болады. Совет одағы кезінде бұлай емес еді, қазіргі уақыт басқа болып кетті, бәрі саудагер болып кетті деп осы өмірді қабылдамай жатады. Сонан кейін түйсік ойлайды, мына қожайын осы өмірден баяғы өткісі келеді, бұны жәнегі блоктап тастайық, не дейік деп осы ауруларды туындатады екен. Біздің осы тыңдамауымыздың арқасында осындай мысалы әйел адамдар мысалы бұл қалай деп аяғы ауыр кезінде ол балаға өтіп кетеді екен. Психикасынан баланың және эпилепсия, сол аурулар бұрынғы және құрсақта дейміз ғой, құрсақта анасының құрсағында жатқан кезде анасының жәнегі айтып жатады ғой, жаман ойларды ойламау керек аяғы ауыр кезде деп. Тілдің ұшында айтады да, іс жүзінде жасамай жатады. Осының бәрі бас ауруынан, одан кейін және нерв жүйелерінің асқынуынан әкеледі. Инсульт ең немесі эпилепсия солай жәнегі ауруларға апарады екен. Оны көп жастар біле бермейді, сондықтан нервничать етіп, заланып аяғы ауыр кезде гармония ойнап тұрады, гормондар ойнап тұрады. Сол себепті өзін ұстауға кеңес беремін. Келесі сабақта және эпилепсия және психика жайында айтатын боламын, психосоматикасын. Егер де менің ақпаратым ұнаған болса, маған лайк басып каналыма тіркеліп қойыңыз.